продюсер Бауыржан Есебаев сахнадан кеткен әнші Сырым Исабаевтың бүгінде қайда жүргенін айтып берді. Сырымның сырын өте жақсы білесіз ғой. Қайда жүр ол бала? Деген жүргізушінің сұрағына Есебаев әншімен соңғы рет кездескен сәтін баяндап берді. Сырым бизнеске кетті. Маған ең соңғы келген кезінде өзі бір қатты қиналып жүрді. Немен қиналып жүргенін білмедім енді. Ол өнерден өз жолын таба алмады ма? Сол бір уақытта келді де, аға, егер жақсы әндеріңіз болып жатса, хабарласыңыз. Мен өнерден кетіп бара жатырмын. Бәріңізге рахмет деп кетті дейді ол. Композитор артынша Сырымға қайда хабарласқан. Сосын артынан звондап, қандай әндер керек деп едім, діни әндер болса деді. Соған қарағанда ол біз білмейтін бір мәселелермен қиналып жүрген болар деп ойлаймын өзім. Одан кейін ешқандай сахнадан да, әлеуметтік желіден де таппадым Сырымды. Оны қазіргі уақытта Астанада деп естідім, деп сөзін аяқтады Есебаев.